Оқу орнын бітіріп, қолыма диплом алған күні мен үшін әлемнің жаңа бір парағы ашылды. Алғаш 1994 жылы ең алғаш Қарауыл гимназиясынан еңбек жолымды бастап, сынып табалдырығын жүрексіне аттағанымда, маған күлімдей, әрі сынай қараған пәк көздерден мен өзіме жүктелген үлкен жауапкершілікті сезіндім. Қатты толғағаным әлі есімде. Сол сезім, толқыныс менің жан дүниемде мәңгі қалғандай. Себебі қазіргі таңда тәжірибелі мұғалім болсам да, баланың алдында өзімді жауапты сезіну мен үшін әдетке айналғандай. Адамның өз-өзіне баға беруі қиын. Сонда да осы 30 жыл ұстаздық өмірімде жеткен жетістігім де, кеткен кемшіліктерім де болды. Жетістіктерім алға жетелесе, кемшіліктерімнен сабақ алдым. Мен көп жылғы тәжірибемде болдым, толдым, жетілдім деп те айта алмаймын. Көргенімнен көрмегенім, оқығанымнан оқымағаным көптеген мақсатпен үйренуден жалықпадым. Мектептегі әрбір мұғалім бір тұлға. Өзімнен үлкен әріптестен де, кейінгі жастардан да өзіме керек деген өзімде жоқ адами қасиеттерді алуға тырысамын. Менің бүгінде оқушыларға білім беруде алға қойған мақсатым, үш тұғырлы тіл саясатын ұстана отырып, оқушыларды заман талабына сай шет тілін жетік меңгеруге баулу. Осы мақсатқа сай ізденіс тақырыбымды оқу мен оқытуда ойын түрлерін қолдана отырып, оқушылардың ағылшын тіліне қызығушылықтарын арттыру. Осы бағытта жұмыс жасау арқылы көптеген шәкірттерімнің жетістіктерінің себепшісі болып келемін. Менің ойымда қалған әрдайым еститін ақылым, жоғары білімі бар туралы диплом алу сені ұстаз етпейді, адамды нағыз ұстаз ететін балалары деген еді. Нағыз шебер ұстаз болу үшін уақыт пен ыждахаттықты, еңбек, балаға деген сүйіспеншілік керек. Осы ұлағатты жолда ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уордтың мына сөздерін өзіме басшылық аламын. Жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады. Ұстаздық етуден асқан ұлылық бар ма? Уақытыңмен санаспай, бағытыңнан адаспай ұстаздық ете білу бір ерлік. Ұстаз десе, жүзінен күн нұрындай жылылық ескен, барлық ой мен қимыл әрекетке ақылдың дәнін сеуіп, адамзат санасына нұр құятын, тынымсыз лаулаған жалын иесін сезінемін. Алдыңғы буыннан тәлім ала отырып, кейінгі жастарға өнеге қалдыруды мақсат етіп, менің де ұшқыннан алау мазатып, жалындап жанғым келеді. Иә, мен алға жетелеген арман, жаным қалаған мамандығым мұғалім. Осы бір қызығы мен қиындығы қатар жүретін мамандықты таңдауда қателеспедім деп ойлаймын. Себебі өзімді басқа қызметте, басқа жерде елестете алмаймын. Ұзақ жылдар білім саласында қызмет жасап келемін. Мен ұстазбын. Мен мұны мақтанышпен айта аламын. Ұстаздық мамандық ең көне және киелі мамандық. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін ұстаздың алдынан өтеді. Осы саналы ғұмырымда адам баласы өмірге керекті адами асыл қасиеттерді ұстаздың бойынан іздейді. Ұстаз ол жай ғана мамандық емес. Ол адал, әділетті, өз бойына бар жақсылықты жинаған, өз білгенін басқаға сарқып беретін мейірімді жан. Ақырын жүріп антықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, болашақ ұрпақтарымызға сапалы білім, саналы тәрбие беруде аянбай еңбек ете бермекпін.